Өз қызымды өзім ұзата алмадым. Өткен аптада әпкемнің қызын ұзаттық. Той басынан соңына дейін көзімнің жасын тыя алмадым. Жездемнің Атырауда тұратын бір сыныптасы: "Не болды? Өз қызыңды күйеуге бергенде толқып жүрсің ғой", деді әзілдеп. Ол мән жайды толық білмесе керек. Оның бұл сөздері мені одан сайын жылатты деп, көзіне жас толған әйел жан сырын ақтарды. Өйткені Гүларай менің туған қызым. Оны мен дүниеге әкелдім. Бірақ әпкеме беруге мәжбүр болдым. Әпкем 3-ші балама жүкті кезімде құрсағымдағы нәрестемді сұрағанда, үзілді-кесілді қарсы болған едім. Дегенмен тағдырдың жазуы шығар, 6-шы перзентімді әпкеме бердім. Біз көп балалы отбасында өскенбіз. 4 ағам мен 1 әпкем бар. Бәріміз өз уақытысымен тұрмыс құрдық. Әрқайсымыздың үйімізде бірнеше баладан бар, шүкір. Бірақ әпкем ғана перзент сүйе алмады. Емделіп, соңында мәселе жездемнен екенін білдік. Сол кезде бәріміз әпкеме ажырасуды ұсындық. Басқа біреумен отбасы құрып, ана бақытын сезін дедік. Бірақ әпкем ешкімнің сөзін тыңдамады. Ол жездемді сүйді және оны тастап кете алмады. Егер кінәрат әпкемде болғанда жездем көп ойланбай-ақ басқаға үйленіп кетер ме еді? Бірақ әйелдер ғана осылай құрбандыққа барады ғой. Әпкем бала асырап алуды ойлады. Бірақ жездем бөбектер үйінде көбіне ауру балалар болады деп қарсы шықты. Әпкем абысындарына, жеңгелеріне қолқа салды. Ешкім баласын бере қоймады. Менен де сұраған кезде бөбектер үйіне барып, сау бала іздеп көрейік деп ұсыныс айттым. Бірақ әпкем бұған ренжіді. Арада 6 жыл өткенде мен қатты сырқаттандым. 2 бүйрегім де жұмыс істемей қалды. Өлім мен өмір арасында арпалыста балаларымды ойладым. Сол кезде ең алдымен әпкем есіме түсті. Оны шақырып алып, балаларымның тағдырына бас-көз болуын сұрадым. Әпкем көз жасына ерік беріп, бұл өмірге құр келіп, бос кеткім келмейді. Сен үшін бір жақсылық жасайын, бір бүйрегімді беремін деді. Сол кездегі толқыныстарды, қиындықтарды, наркоздан оянбай қалсам деген қорқыныштарды созбалап жазбай қояйын. Операция сәтті өтті. Мен ұзақ уақыт емделіп қалпыма келдім. Сол уақытта әпкем де біздің үйде жүрді. Оның да қалпына келу керек қой. Мен үшін денсаулығын құрбан еткен соң, ағзасы қалпына келгенше бүкіл жағдайын жасауды өз мойныма алғанмын. Ол сол аралықта 3 айлық қызыма қатты бауыр басып қалды. Әпкем маған қызымды беруді өтінді. Жылап отырып алды. Туған туыстары да әпкемді қолдады. Сенде 5 бала бар, ал әпкеңнің бір жалғыз үміті. Негізі әпкең де операция үстінде өліп кетуі мүмкін еді. Ал ол басын тәуекелге тікті. Сен әпкеңнің арқасында қазір тірісің деп мені көндірді. Шын мәнінде бас тартуға менің амалым болмады. Содан бері 20 жыл өтті. Әпкем қызымды өз перзентіндей өсірді. Бірақ мен Гүларайымнан бас тартқаныма талай рет өкіндім. Әпкем де бір бүйрегім бергеніне өкінген шығар. Өйткені денсаулыққа жетер байлық жоқ қой. Осылай мен денсаулыққа баламды, ал әпкем балаға денсаулығын айырбастаған. Мейлі, тағдыр шығар. Өкінгенмен уақытты кері қайтара алмаймыз деп өз-өзімді жұбатам. Туған қызымды ұзату тойында қызым деп құшақтап ұзата алмадым. Бастысы бақытты болсыншы. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, міндетті түрде лайк басып, пікір қалдырыңыздар.